Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен компоттың жылдар бойы тексерілген рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео жүктегенде сіздерге хабарлама келіп тұрады. Бізге қажет болатын заттар: алма, осындай шірігендер болса тазалап тастаймыз. Сосын жүзім қажет болады. Менде 2 түрлі сорт және осындай стакан қант қажет болады. Алмамызды тазалап, қалауыңызша осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын әр банкаға осындай 1 стакан қант салып шығамыз. Банкаларымызды осылай булап аламыз. Мен 2 литр және 3 литрлік банканы қолдандым. Сосын міндетті түрде көп мөлшерде суды осылай қайнатып қоямыз. Енді стиліндеген банкамыздың астына бірінші алмамызды саламыз. Сосын бетіне жүзімізді саламыз. Осылай барлығына салып шығамыз. Бұл жерде жүзім, алманың мөлшері әр банкаға өз қалауыңызша. Менде көп болғандықтан осылай көптен салдым. Енді әр банкамызға осылай өлшеп қойған 200-250 грамм қантымызды салып шығамыз. Сосын қайнап тұрған суымызды үстінен құямыз. Толтырып құйыңыздар, кейін суы тартылып кетеді. Сондықтан да бетіне дейін құйған дұрыс. Қайнақ суымызды құйған соң, бірден бетіне стерилденген қақпағымызды қойып, осындай кілтпен жауып шығамыз. Жапқан банкамызды осылай бірден төңкеріп қоямыз. Банкаларымыздың бетін осындай жылы көрпешемен қымтап орап қоямыз. Бір күн өткен соң банкамызды осылай қайтадан аударамыз. Түсі осылай өзгеруі қажет. Қанты түгелдей еріп кетеді. Дайын компоттарымызды бірден салқын жерге түсірсеңіздер болады. Немесе салқын бөлме температурасында тұра береді. Осымен өте оңай жасалатын қысқа арналған компотымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.